Балдың пайдалы екенін бәріміз білеміз. Тіпті оның емдік қасиетін медицина мамандары да тілге тиек етеді. Арамызда айналасында балдың пайдасын дәріптеп жүргендер де бар. Алайда сан түрлі дертке шипа болатын балды өзіміз қолдана бермейміз. Негізінде балдың өзі емес, бал қосылған судың пайдасы орасан екен. Сіздермен бірге Жаңғадау арнасы. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Егер аш қарынға бал қосылған су ішсеңіз, ағзадағы клетка мен ұлпаны микроэлементпен қамтамасыз етеді. Суыққа қарсы күресуге күш береді. Ағзаны қуаттандырады, артық майдан арылтады, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Холестерин деңгейін реттейді, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, ағзаны шлактан тазалайды. Сонымен қатар терінің, шаштың және тырнақтың саулығына жауап береді. Сізді мына аурулар мазалап жүрсе, бал қосылған су ем болады. Ұйқысыздық, тыныс алу қиындаса, тері аурулары, ас қорыту жолы мен ауыз қуыс аурулары, зат алмасу нашарласа, қан қысымы құбылса, бауыр ауырса, жүйке шаршаса, онда күнде таңертең аш қарынға бал қосылған жылы су ішіңіз. Бұл әдісті медицина мамандары құптайды. Әсіресе таңғы асты кейінге қалдыратындарға немесе таңғы асқа уақыт таппайтындарға міндетті түрде бал қосылған су ішуге кеңес береміз. Егер сіз бал қосылған су ішуді әдетке айналдырсаңыз, онда саулығыңызды сақтайсыз, күні бойы көңіліңіз көтеріңкі болады, әрі ағзаны қуаттандырып, өзіңізге сергектік сыйлайсыз. Ем кезінде мына нәрсені еске ұстаңыз, яғни балды көп мөлшерде қабылдауға болмайды. Айталық ересек адамдарға күніне 130 грамм бал жеткілікті. Осы мөлшерді бөліп қабылдасаңыз тіпті керемет болады. Сонымен қатар бал қосылған су ішуді 2 аптадан асырмаңыз. Емделу мерзімі 2 апта, сосын 15 күндей үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. Бал қосылған су ішкен соң, шамамен 25-30 минуттан соң таңғы асқа отырыңыз. Таңғы ас ішу міндетті. Тамаққа тойып алған соң бұл суды ішуге болмайды. Демек, таңғы, түскі немесе кешкі астан соң бал қосылған су ішуге кеңес бермейміз. Бал қай кезде қауіпті? Бал қосылған су барлық уақытта пайдалы емес. Емдік қасиетімен бағалы саналған балды тым ыстық, яғни 40-50 градустағы қайнаған суға араластыруға болмайды. Бұл кезде адам ағзасына өте улы канцероген заты бөлінеді де, ағзаны аурудан айықтырудың орнына улай бастайды. Салдарынан сан түрлі аурудың қозуына себепші болады. Егер бал қосылған судың емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, лимон, емдік шөптер, жидектен дайындалған морс, сүт араластырыңыз. Сонда ағзаны бір уақытта бірден емдейсіз, дәруменмен қамтамасыз етесіз, шлактан тазалайсыз, әрі жасарасыз. Ендеше күнде таңертең аш қарынға бал қосылған су ішуді әдетке айналдырыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.